Орыс әйел грузин күйеуінен сұрайды: Гога, шыныңды айтшы, сен менен бұрын басқа әйелдерді жақсы көрдің бе? Жоқ, ол не дегенің, жаным? Мен оларды аздап сыйладым. Көшеде бір грузин келе жатыр. Екі қолтығында екі қарбыз. Бір адам одан: кешіріңіз, сағат неше болғанын айтып жібересіз бе? Деп сұрайды. Грузин: қарбыздарды ұстай тұршы. Жігіт қарбыздарды алады. Грузин екі қолын жайып: мен қайдан білейін? Депті. Бір ауылдың келіні қалаға бармақ болып, такси күтіп тұрады. Бір мезгілде өз ауылының бір үлкен қайын ағасы КамАЗбен тоқтайды. Сол КамАЗға мініп жүре береді. КамАЗ қисық жолда секіріп келе жатқанда, әлгі келін байқамай осырып қояды. Содан ұялған келін: аға, арамызда қалсын, дейді екен. Сонда әлгі қайын ағасы: қой, арада қалдырып қайтесің, терезені аш, шығып кетсін, депті. Бір шенеуніктің әйелі: сенің жұмысыңдағы хатшы қыз жас па? Иә, жас қыз. Қалай киінеді екен? Тез киінеді, деген екен ағамыз. О дүниеге барғанда әйелдерінің көзіне шөп салған еркектер тозақ отының үстінде самокатпен жүреді екен. Шөп салмаған еркектерге джип көлігі беріледі екен. Бір күні 50 еркек қайтыс болып, 49 еркек самокатпен жүр екен. Бір еркек джипте жынданып, долданып, жылап отыр дейді. Әлгі еркектің жанына 49 еркек келіп: ей, неге жынданып жылап отырсың? Керісінше қуанбайсың ба? 50 еркектің ішінде жалғыз сен ғана джипте отырсың, десе, әлгі еркек: қалай жыламайсың? Қалай жынданбайсың? Қазір ғана алдымнан әйелім самокат теуіп өтіп кетті, депті. Жасы 75-тен асқан екі группалы шал жастық шақтарын еске аламыз деп қыздарға бармақшы болыпты. Бір кезде бір шал екінші шалға: досым, қазір қыздарға барсақ, сосын жолыққан қыздар бізге бермей қойса, не істейміз? Екінші шал: достым, ол ештеңе емес. Егер қыздар береміз десе, екеуміз не істейміз? Деген екен. Бір кемпір шалына галош сатып алып, салатын коробка сұраса, сатушы жоқ депті. Кемпір аптекадан ала салыпты. Сөйтсе, коробканың сыртында 1000 презерватив деген жазуы бар екенін байқамапты. Автобуста біреулер: әже, мынау сізге қанша уақытқа жетеді? Деп таңданып жатса, кемпір: ой, аталарың звер ғой, бір аптаға жеткізбейді, деген екен. Екі көрші әйел сөйлесіп отыр екен. Айка, осы сенің байың жоқ, жалғыз болғаннан жалығып кетпейсің ба? Айка көп ойланбастан: жоқ, маған осы көршілердің байлары да жетеді, деген екен. 10 күн жоқ боп кеткен жігітке әйелі: қайда жүрсің? Десе, жұмыстан келе жатыр едім, көрші әйел маған қарап түшкіріп қалды. Соның үйінде карантинде 10 күн жаттым, депті. Күйеуінің көзіне шөп салғанынан шаршаған әйел молдаға келіп: молдеке, менің күйеуімнің көңілдесі бар, мені алдап жүр. Егер мен де солай күйеуімнің көзіне шөп салсам, кейін тозаққа барамын ба? Қарындасым, егер таксистпен болсаң, 6 ай тозақта боласың. Директормен болсаң, 1 жыл. Полициямен болсаң, 3 жыл тозақта боласың. Ал егер әкіммен болсаң, 5 жыл тозақта күйесің. Әйел: молдеке, егер мен молдамен көңіл көтеріп, көзге шөп салсамшы? Молда: әй қуғатын-ай, молдамен көңіл көтеріп, бірден жұмаққа барайын дедің ба? Деген екен. 1 апрель күні күйеуі әйелін алдамақшы болып: жан, мен сенің көзіңе шөп салдым. Әйелі: мен де сенің көзіңе шөп салғам. Күйеуі: жан, 1 апрель, десе, әйелі басқаша түсініп: мен 16 май күні қиянат жасадым, депті ғой. Мама,
Маған Қазақстанның 4-5 қаласының жігіттері үйленейік деп сөз айтып жүр. Қандай қаланың жігіттері? Алматы, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Ақтау. Қай қаланың жігітін таңдайын, мама? Шымкенттің жігітін таңдасашы. Шешеңді есіңе жиі түсіріп тұрады. Ағылшынның қатындары I love you деп жатып, бір бала табады. Орыстың қатындары я тебя люблю деп жатып, бірақ бала табады әйтеуір. Ал қазақтың қатындары ар жатшы деп жатып, 10 қара домалақ бала табады. Таксимен керекті жеріне жеткен Қожанасыр жүргізушіден қанша берейін деп сұрайды. 1000 теңге. Қожекең 500 теңге береді. Таксист ашуланып, мен сізге 1000 теңге дедім ғой, дейді. Сонда Қожанасыр, неменеге айғайлайсың? Екеуміз бірге келген екеміз, бөліп төлейміз, депті. Бір кісі қажыға барып келіпті. Әйелі, сен қажыға барып келгелі, жаным, сені сүйемін деп айтпай қойдың ғой, десе күйеуі. Қажыға барып келген адамға өтірік айтуға болмайды екен, депті. Әйелі күйеуіне еркелеп, жаным, саған мені әйел қылып ал деп кім айтты? Десе күйеуі, білмеймін, дұшпандар көп қой, депті. Базарда бір кісі келіп, балық свежі ма? Деп сұраған екен. Сатушы, иә. Свежі болса неге көз жабық? Ұйықтап жатыр. Ал неге мұздай? Мұздай судан ауладым. Неге балығың қисық? Поворотта бұрылып жатқанда ұстап алдым. Жаңа түскен келін 3-4 жылы төркініне бармапты. Бір күні енесіне келіп, апа, мен ауылға барып қайтсам болады ма? Енесі, саған бір жұмбақ жасырамын. Тапсаң барасың, таппасаң бармайсың. 4-еуі маған қарап тұр, 1-еуі саған қарап тұр. Не ол? Келін ойланып, білмедім, апа. Кешкісін келіні атасынан сол жұмбақтың жауабын сұрапты. Сонда атасы, келінжан, апаңның жауабы мә деген екен. Шайтан ағаштың көлеңкесінде жатыр дейді. Періште көріп таң қалыпты. Шайтан, бұл қалай? Неге жатырсың? Бірінші рет көріп тұрмын. Бұрын адамдарды ұрыстырып, бірдеңені бүлдіріп жүретін едің, десе шайтан. Ой, WhatsApp шыққаннан бері бізге жұмыс қалмады, депті.